Сәлеметсіз бе оқушы, 128 сабақ өзіңді тексер. Кез келген тұйықталмаған, қисық және тұйықталған сынық сызықсыз. Әр сызыққа 3 нүктеден қой және әріптермен белгіле. Осы белгіленген нүктенің бір-біріне қатысты орналасуын анықта деді. Яғни бізде мысалы тұйықталмаған мынандай сынық тұйықталмаған қисықсыздым. Яғни төбесін А, Б, С деп белгілеп қояйын мысалға. Бұл бізде тұйықталмаған қисық. Ал келесі бізде тұйықталған сынық сызық құрайын. Бұны Д, С, К. Мұны нүктелерін белгіледік. Белгіленген нүктенің бір-біріне қатысты орналасуын анықта. Яғни бір сызықтың бойында орналасқан және тұйықталған бойында орналасқан көруге болады. Екінші кестені толтыр. Тік төртбұрыштың периметрінің ұзындығын ені табамыз. Мына жерде мен бірінші деп қояйын. Бірінші периметрі 20 сантиметр, ұзындығы 7 сантиметр, ені бізде белгісіз. Периметр дегенім ені мен ұзындығын қосып, 2-ке көбейткенге тең ет бізде. Осыған апарып қоямын. Яғни А қосылған Б, Аның орнына 7, Б'ның мәні белгісіз, көбейтілген 2, периметр бізде 20-ға тең. 7 қосылған Б тең, мынау 20-ны бөлемін 2-ге болады. В тең, 20-ны 2-ге бөлсек 10, азайту 7, сонда В тең бізде 3 болады деген сөз. Жауабы В'ның мәні бізде 3-ке тең. Яғни 3 сантиметр. Мына 3-ке тең. Келесі екіншіден. Екінші бізде А ұзындығы берілген 4 дециметр. В ені берілген 2 дециметр. Және периметр белгісіз дейді. Периметрдің формуласы бізге айдан анық. Осы форманы қолдана береміз. Сонда периметр тең, Аның орнына 4 қосылған 2, көбейтем 2-ге. 6 жердегі 2, 12 дециметр. Сонда жауабы периметрі 12 дециметрге тең. Мына жер 12. Үшінші бізде периметр 18 метр. Үшінші. В бізде 3 метр. Ұзындығы белгісіз. Осыған апарып қоямыз, барлығында периметр 1. Бізде А белгісіз. В'ның орнына 3 метрді қоямын. Көбейтем 2, 18-ге тең болу керек. А қосылған 3, 18-ді бөлемін 2-ге. А қосылған 3. Бізде мына 9 болды. А тең 9-дан азайтам 3-ті. А тең 6-ға тең болды. Ұзындығы 6. Жауабы А 6 метрге тең. Мынау бізде 6 метр деген сөз. Жақсы. Үшінші, желкенді қайықтың қандай фигуралардың құралғанын айтып бер. Яғни қарап тұрсақ, бізде розовый мынандай. Және мынау бізде тік бұрышты үшбұрыш. Тік бұрышты үшбұрыштар екеу. Мына екеуі. Мына жері тік болып тұр бұның. Тік деген жер бізде мына жер тік болып тұр. Тік бұрыш. Тең қабырғалы үшбұрыш. Қабырғалы үшбұрыш. Тең қабырғалы үшбұрыштың саны 1. Міне, төбеде тұрған қызыл. Және шеңбер. Шеңбер бізде 3. Міне, 1, 2, 3. Міне шеңбер тұр. 1, 2, 3 шеңбер тұр. Және төртбұрыш. Төртбұрыш бізде бір төртбұрыштан құралған. Міне сарымен жазылған бізде бұл төртбұрыш. Бір бұрышы, екі бұрышы, үші төртбұрышы бар.
яғни бұл үлкен сыныпта өтесің трапеция деп аталатын төртбұрыштың түрі. Жақсы, сау болыңыздар.